Құрметті менің оқырмандарым, бүгін сіздерге мәңгі дос атты болған оқиға әңгімені ұсынамын. Соңына дейін тыңдаңыздар. Бұл жерде оқиғаның мәні нағыз достық бұл уақыт пен қашықтыққа қарамастан сақталатын, әрдайым қолдау болатын құндылық. Қиындық сәтте нағыз досыңыз әрдайым қасыңызда болады. Ұнаса, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар, лайк басып, тағы да әртүрлі әңгімелер жариялаймын, соларды жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп қойыңыздар. Есбол мен Серік бір көшеде көрші үйлерде туып өскен. Балалық шақтарының әр күні бірге өтті. Екеуі де мектепке бірге барды. Бір ағаштың астында кітап оқыды. Тіпті екеуі сүйікті тастарын бір жерге көміп, мәңгі дос боламыз деп ант берді. Есбол арманшыл, әрі мінезі ашық болса, Серік ақылды әрі сабырлы еді. Олар бір-бірін толықтырып, әрдайым бір-біріне тірек болатын. Ауылда орта мектепті бітірген соң, Есбол қалаға оқуға түсті. Серік ауылда қалып, отбасына көмектесуді таңдады. Қаладағы өмір Есбол үшін жаңа әрі қызық әлем болды. Ол күн сайын жаңа адамдармен танысып, көптеген жоспар құра бастады. Бірнеше жылдан кейін ол қалада жұмысқа орналасып, өмірін қалаға арнады. Бірақ осы жылдары Серікпен байланысы сирей бастады. Серік керісінше ауылда қалып, әкесінің шаруашылығын жалғастырды. Ол күріш егумен айналысып, жерді баптауды меңгерді. Көптеген қиындықтарға қарамастан, оның өмірі тұрақты әрі қарапайым болды. Ол Есболдың сирек жазатын хаттарына қуанып, одан қала өмірі жайлы естіп тұратын. Бірақ уақыт өте, байланыс мүлде үзілді. Бір күні күтпеген жағдай орын алды. Есбол үлкен қаржылық қиындықтарға тап болды. Жұмысынан айырылып, жинаған ақшасы таусылып, ол кімге барарын білмеді. Оның қалта телефонына біраз уақыт хабарламалар мен қоңыраулар келмеді. Жағдайы нашарлаған сайын өзін жалғыз сезінді. Бір күні ол ескі заттарының арасынан бала күнгі жазылған хаттарды тауып алды. Ішінде Серіктің «Қандай жағдай болмасын, мен әрқашан қасыңдамын» деген сөзі бар хаты болды. Бұл сөздер Есболдың жүрегін терең қозғады. Сол күні ол Серікке қоңырау шалды. «Серігім, қалайсың?» деді ол дауысы дірілдеп. Серік үнін естісімен қуана жауап берді. «Есбол, қалайсың? Сенімен сөйлеспегелі көп болды ғой». Есбол қиын жағдайын айтып бергенде, Серік оны бірден ауылға келуге шақырды. «Қала өмірі сені шаршатқан шығар. Қайтадан ауылдың ауасымен тыныста. Біз бірге бірдеңе ойлап табармыз», деді ол. Есбол ауылға келгенде бәрі оған таныс, әрі бөтен сияқты көрінді. Ескі көшелер, балалық шақтың есте қалған бейнесі, ал соның бәрінің ортасында сенімді досы Серік тұрды. Серік оны еш нәрсе болмағандай құшақтап қарсы алды. Олар әңгімелесіп ескі күндерді еске түсірді. Серік Есболға өз шаруашылығы жайды айтып беріп, көмекші іздеп жүргенін жеткізді. Көп ұзамай Есбол Серікке қолғабыс етуді бастады. Алғашында ол ауылдың шаруасына бейімделе алмай қиналды. Бірақ Серік әр сәтте қасында болып,
оны қолдап қолынан келген үйретті. Уақыт өте Есбол ауыл өмірін сүйіп, шаруашылықты өз ісі сияқты қабылдай бастады. Ол жермен жұмыс істеудің, табиғатпен бірге болудың нағыз мағынасын түсінді. Екеуі бірге еңбек ете жүріп, ауыл шаруашылығын кеңейте бастады. Олар тек күрішпен шектелмей, жеміс ағаштарын отырғызып, қыста жылыжайларда көкөніс өсірді. Есбол жаңа техникаларды қолдануды ұсынса, Серік дәстүрлі әдістерді ұстануды жөн көрді. Бұл екі көзқарастың үйлесімі шаруашылықтың табысын арттырды. Олар бір-бірін бұрынғыдан да жақсы түсініп, өмір бойы дос болып қалғандарына қуанды. Есбол бір күні Серікке қарап, «Мен қалада қанша адаммен таныстым, бірақ ешқайсысы сен сияқты шынайы болған жоқ. Менің нағыз байлығым сендей досымның болған екен», деді. Серік күліп жауап берді. «Есбол, біз бала кезде дос болуға ант бердік қой. Нағыз достық ешқашан жоғалмайды». Уақыт өте келе, екеуі үлкен шаруашылық иелеріне айналды. Олардың еңбегі ауылдың дамуына үлес қосты. Олар бала күндегі тасы көміліп қалған орынды тауып, бірге отырды. Ескі тасты қазып алған соң, оның астында жатқан кішкентай жазуды көрді. Есбол мен Серік мәңгі дос деген.